Safe and Sound. Алматы қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары. Жәнібек Манабаев пен Жәңгір Сиранов ойлап тапқан мобильді қосымша. Өкінішке қарай, құлаққап тағып жолдан өткен жаяу жүргіншілердің қайғылы оқиғалары туралы жиі еститін болдық. Ал бұл қосымшаның мақсаты осы сынды жол апаттарының санын азайту. Мұндай мобильді қосымшаны ойлап табу идеясы тектен-текке келмеді дейді. Вообще все началось. Барлық жасөспірім секілді біз де құлаққаппен ән тыңдағанды жақсы көреміз. Бір күні досым екеуміз сабақтан қайтып келе жатқанбыз. Екеуміз де құлаққап тағып телефонға үңіліп келе жатырмыз. Бір мезетте алдымыздан бір көлік зу етіп өте шықты. Ал біздің телефонға кіріп кеткеніміз соншалық бағдаршамның қызыл түсі жанғанын байқамаған екенбіз. Соның неге алып келетіні әрине белгісіз. Осы жағдайдан соң бұл мәселені шешудің бір жолын қарастырамыз деп шештік. Решить эту проблему. Мобильді қосымша өте қарапайым әрі тиімді. Мы решили сделать приложение. Біз қосымшаның қолжетімді болуына мән бердік. Әрине, мұның барлығын көрсеткен дұрыс болады. Сперва мы выбираем громкость. Алдымен телефонымыздан мобильді қосымшаны ашамыз. Старт батырмасын басамыз. Енді қалаған музыканы қосып, дауысын шығарамыз. Қосымша жұмыс істеп тұр. Мұнда дайындап қойдым. Мысалы, көліктің дауысы шықты делік. Қосымша өздігінен музыканың дауысын бәсеңдетеді. То он опускает громкость сам. Или самый обычный случай, особенно сейчас, это, я думаю, актуально. Сол секілді міне, мұна жағдайда да сондай. Және қарапайым мысал велосипедтің дыбысы шықса да қосымша жұмыс істейді. Вообще не замечает. И при этом также можно заметить то, что звук понижается. Вообще приложение мы разрабатывали летом. Бұл қосымшаны негізі жазда ойлап таптық. Жүзеге асыруға көмектескен мектебіміз. Біз мұғалімдерімізден ақыл сұрадық. Математика мен информатикаға ерекше көңіл бөлдік. Жаз бойы таңнан кешке дейін осы жоба бойынша жұмыс істедік. Сынақтан жиі өткізуге тырыстық. Аулаға шығып барлық жағдайды бақылап отырдық. Мысалы, климаттың, көліктердің қалай ықпал ететініне қарадық. Тіпті дыбыссыз жүретін электрокөліктер де бар. Солардың барлығын саралап көріп, жоспарымызды жүзеге асырдық. Жас өнертапқыштар 2019 жылы Республикалық жастар инновациялық жобалар конкурсында екінші орынды Қанжығаға байлап 500 мың теңге көлемінде сыйақы алған. Далее нас также пригласили. Бізді бұл байқаудан соң Назарбаев зияткерлік мектебі байқап, мектептің 10 жылдығына шақырды. Сол жиында менің досым осы қосымшаны бірге жасаған Жәңгір Сиранов елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа мобильді қосымшаны презентациялау мүмкіндігіне ие болған. Жастар, ел болашағы. Алматылық жас өнертапқыштардың бұл бастамасы әлемдік аренаға жол тартсын деп тілейміз. Ал егер күнделікті қолданысқа еніп жатса, әрине нұр үстіне нұр болар еді.